Армысыз көрермен. Эфирде Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен әдебиет шығарма көзқарас бағдарламасы. Ал мен оның жүргізушісі Айнұр Бақталы. Ысқырып ұшқан жебедей 21 ғасырдың 21 жылы тарих беттерін парақтап, санамызға рухани сәулесін түсіріп жатқаны бар. Ақпан айы келгенде бізді бір елеңдететін бүгінгі атаулы күн Мұқағали Мақатаевтың туған күні десек қателеспейміз. Біз бүгінгі бағдарламамызда күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып халқына қайтарған, биыл 90 жылдығы атап өткелі отырған Мұқағали Мақатаевтың поэзиясы мен мөлдір лирикасының тұңғиығына үңілетін боламыз. Бір ел, бір кітап жобасы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының ұйымдастыруымен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени акциясы аясындағы 30 кітаптың поэзиялық бағыты бойынша Мұқағали Мақатаевтың өмір дастан жыр жинағынан алынған поэзиялық туындыларды талдау бүгінгі бағдарламамыздың басты бағыты болып отыр. Аспан таудан ұшқан ақиық ақынның асыл сөзінің қасиеті мен өлеңінің құдіретін танытып талдауға келіп отырған студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу-әдістемелік кабинетінің басшысы Усерова Шахризада Асылбекқызы. Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған дарын мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, республикалық үздік педагог байқауының жеңімпазы Дүйсенбаев Базарбай Рысбайұлы. Жамбыл ауданы Антон Макаренко атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі, бірнеше ғылыми мақалалар мен зерттеу еңбектерінің авторы Кусеова Салтанат Жұмабекқызы. Жамбыл ауданы Антон Макаренко атындағы орта мектебінің 11 сынып білім алушысы, облыстық республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазы Рахманқұл Бағдаулет Қуанышұлы. Дүркіреп тұрған көктемде, сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені, арманда оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, қурайлар сыңсып жатқанда, жапырақ жайрап жатқанда, есіңе мені алғайсың. Бүгінде біз қазақтың көрнекті ақыны Мұқағали Мақатаевты сағына еске аламыз. Оның жырлары оқырман жүрегінде мәңгі жатталып қалды. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін жыр жолдарын көкірегінде саңылауы бар әрбір азамат жатқа айтады. Жалпақ жұртшылықтың жанында жатталған ақын өлеңдері уақыт өткен сайын өскелең ұрпақты өз әлеміне үйіріп келеді. Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дер де мүмкін, бүтін делмей кеткен бір ер тұрманы деп жырлаған Мұқағалидың ұлылығы оның әулиелігінде десек болар. Ақындық пен әулиелік бір ұғымға айналғалы қашан. Мен 21 ғасырдың ұрпақтарының құрдасымын деп, ел жаңарар 50 жылды болжап айтып кету екінің бірінің қолынан келе бермес. Лай судан шаймайтын арым бар, дауылдан қорықпайтын жаным бар деп жырлаған ақынның лирикалық кейіпкері кім? Мұқағалидың ұстанымы қандай? Мәңгілікке өзіммен ала кетем, менің нәзік жанымды кім түсінер дейді. Ақынды түсіну, оны тану әрине оңай дүние емес. 20 ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауыт өзінің Абайдан кейінгі ақындар мақаласында сезімді, көңілді бейнелеуші ақындар Абайдан кейін аз екендігін айта келіп, олардың басты міні сыршыл еместігіне тоқталып, көңіл пернесін дөп басу керектігі туралы сөз қозғайды.
Енді мұны Зейнолла Қабдоловтың сөзімен айтатын болсақ, лирикадағы адамның жан диалектикасы ақынның бір сәт жылт еткен ойы, жарқ етіп көрініс тапқан ішкі әлеміндегі бір саздың екінші сазға ауысуы, ұласуы, яғни жалпы қимыл қозғалыс дейді. Міне лирикадағы басты кейіпкер ол ақынның өзі. Нағыз шын ақын дейді Мағжан Жұмабаев, өзінің өмірін өлеңмен өрнектеуінде дейді. Міне Мұқағалидың оқырманға осынша жақын болуының себебі ақынның жылт еткен ойының оқырманның көңіл пердесін басып, оның ішкі әлемімен үндестік тауып жатқанда сияқты. Әбіш Кекілбаевтың сөзімен айтатын болсақ, Мұқағали өлеңдері ол шын сүйініштен, шын қуаныштан, шын сағыныштан туған дейді. Міне нағыз берілген баға. Мұқағали өлеңдерінен Ахметтің саяси азаматтық үнін, Мағжанның мұңын, сезімін бейнелеудегі шынайылығы мен дәлдігін байқап, Міржақыптың оян қазақ ұраны қайта тіріліп келгендей әсерде болатынымыз бар. Осы орайда алаш әдебиеті дәстүрін жалғаған ақынның шығармашылығынан оқушыларымыздың бойына азаматтық лириканы қалай дарытып, ақын өлеңдерін қалай танытып жүрміз деген сауал туындайтыны заңдылық. Мұқағали Мақатаев өлеңдерінен поэзиядағы ұлттық құндылық қалай көрініс тапқан? Жалпы Айнұр Базарбайда айтып кетті, бұл Мұқағали жырлары деген терең тұнып тұрған поэзия, ұлттық құндылық. Бәрімізді ойландыратын үлкен сұрақ. Халықтық рух деп біз ән мен жырдағы табиғи және тарихи бояулар мен дыбыстарды айтамыз. Аспанымыздың жеріміздің арасын лық толтырған күн жарығы, оған шағылысқан өзен көлдеріміз, басына бұлт оралған тауларымыз, шөлейт даламыз, сыңсыған орманымыз, түп-түгел біздің жан күйіміздің ұялары. Осы табиғи орта өз құшағындағы тірліктің бәрін адам тілімен ұлы эпостағы ән жыр деп аталатын ғажайып өнерге айландырған. Жетім бота, жесір аққу, қанаты қайрылған қыран, жылаған жел, күркіреген көк, атылған найзағай, тасыған сел, үйірілген құйын, қашқан қаңбақ, жеткізбес сағым. Ал ұлттық колорит қайсы бір өнердің болсын келбетін мүсіндеп, көркін ашар, оған шынамас берік ұстаным, ұзақ ғұмыр сыйлар қасиет. Осы туған халқының тағдырын, салт дәстүрін, халқының атынан сөйлеуге толық қақысы бар қаламгерлердің қатарында Мұқағалиды атаймыз. Ақынның ұлттық қасиетімізді, ұлттық дәстүрімізді танытатын жырлары көп. Солардың бірі барлығымызға таныс Наурыз айы туғанда өлеңі. Ақын бұл өлеңінде қазақ халқының арада қаншама жыл үзіліп барып жалғасын тапқан салт дәстүрі Наурыз жылбасы туралы, Наурыз айының халық арасындағы қадір қасиеті, халықтың жылбасын күтуі, қасиет тұтуы кеңінен айтылады. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Қандай керемет айтылған ойлар. Сақталған сыбағаның сапарға кеткен иесінің аман есен оралуына тілектестігі де өлең бойында әдем жеткізілген. Бұл көрініс қазақтың ұлттық салт дәстүрін танытады. Сыбаға сақтау, адамдардың бір-бірін қонаққа шақырып сыбағасын беру, ата-бабамызда бұрыннан жалғасып келе жатқан дәстүр. Өлең мазмұнынан Наурыз айының ерекше қасиетінде танисың. Ұлттық мінездің қалыптасуына, ұлттық әдет ғұрып, тұрмыс салт, ұлттық сезім бәрі де маңызды. Ақын өзінің жігіттер мақтанбал өлеңінде де ұлттық ерекшелікті басқа қырынан ашады. Қазақ халқының қанына сіңген қасиеті сыр мінезділігі. Қуанышта да, қайғыда да,
басына түскен ауыртпалықты қайыспай көтере білетін қайсарлығы. Ақын осы қасиетті жыр жолдарына қазақтың ұлттық мінезіне тән қасиеттермен бейнелеген. Сабырмен сабақ алып дәуірлерден, сабырын саралтыннан тәуір көрген, қазаққа мақтансын деп жер бермеген, жерінің кеңдігіндей сабыр берген деп қазақы мінезді ұлттық бейнені аша түседі. Қай жағынан алып қарасақ та, өлең жолына үңілсек те, ұлттық ерекшелікмен басқа халықтардан кем түспейтін, даналығымен дараланатын қазақ халқы мақтануды әлімсақтан бері жек көрмеген екен. Оны да дәулет шалқып, ырысы асқанында қақсы бар қазақтың мақтануға дейді. Алайда дарақы боп асып тасып кеткенде қаламайды. Дарақы боп қазағым кетпесін деп, сабыры тұр күзетіп арт жағында деп, үнемі сабырлықты да меңзейді. Өлеңнің сыртқы түрінен ақ ұлттық мінез, ұлттық бейне, ұлттық көрініс, ұлттық психология сезіледі. Не болмаса қазақы ұлттық қасиетімізді өзінің өлеңдерінде намысшыл лирикалық кейіпкер бейнесімен ақын зәр сұнған кісіге нан сұнған. Алысудан аулақпын шабысудан, ей қазақтың баласы есің тұста, өлсем өлем сірамен намысымнан. Әдептімін, ұяңмын, именемін, сыраға бал сыйыңа сый беремін. Аңқау қазақ екен деп ағайындар, намысыма алайда тимеменің дейді. Академик Зейнолла Қабдолов бұл туралы ұлт ақыны болу оның шығармаларындағы жекелеген ұлттық сипаттарына, бояуларында, өрнектерінде ғана емес, ұлт ақыны болу сол ұлттың сөзіне, ұлттың өзіне айналу деген болатын. Айнұрхан, осы жерде мен қосып кетейінші. Мұқағали Мақатаевта жаңа ұлттық құндылық дегенде бір өлең бар да, мынау қыстың күні ауылға қайтып баратқан баланың қасынан қалың тон киген бір кісі атпен ағызып өтеді. Сонда баланың айтатыны бар ғой: ей аға, бойыңда қасықтай қазақтың қаны болатын болса, мені тастамас едің дейді. Міне ұлттық құндылық осы қанда жатыр да. Ана Аққулар деген поэмасында бар ғой: тым құрса саусағыңды қанаттың ба дейді. Мынау Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңі бар: абай тұсы қазақтың бұзылғаны, қаралыққа айналып қысылған дейді. Міне қызыл. Мына қараңызшы, анау ей дүние, кендетсең сыбағаңнан, шырылдаған сәбидей мазаланамын дейді. Міне ұлттық көріністің тауып жатқандығы бұл халық пен ақынның бірігіп кеткені, біртұтас дүние екенін көрсетеді. Шәкірттерге білім беріп жүрген әдебиетші ретінде, 21 ғасырдың, яғни әдебиетшісі ретінде ғылым тұрғысынан Мұқағалидың шығармашылығына қандай баға беруге болады? Қараңызшы, Мұқағалидың өзін замандастары осы бір дәуірде туатын ерекше бір құбылыс деп баға беріп өтті ғой. Кез келген өлеңін қарасаңыз, бір табиғатпен сырластық бар. Мысалы, даланы кезіп жүрген, таудың биігіне шығып жүрген, жай ғана бір ауылдың, оның ішінде қасиет тұнған ауылдың баласы перзенті бола отырып, біздің ойымыздағы, болмысымыздағы бір табиғилықты, шынайылықты, оның ішінде адамның қолмен ұстауға болмайтын, және де көзбен көре алмайтын бір ілкіде жатқан, жүректің түкпірінде жатқан сезімдердің бәрін абстрактілі ұғымда емес, бір шынайы өмірде көрсетеді. Ол кісінің болмысындағы жаңағы бір сезім, күйініш, сүйініш, одан кейін тағы да адамгершілік қасиеті, одан кейін адамдардың арасын бір-біріне бір жақындататындай бір көрінбейтін сезімдер Абайдан кейінгі дәстүрде, одан кейінгі Мағжаннан кейінгі дәстүрде Мұқағалидың өлеңдерінен көрінеді десек болады. Себебі айтады ғой, даламенен жүресің, тау асасың, сезесің де биігін аласасың, кенезең кепкенде бір лай суға кез келген мақұлықпен таласасың дейді. Жалпы Мұқағалидың оқырманы кім осы жерде? Өзі
ойлы жас деп бағыттап отырған өлеңдері арқылы осыдан өзі өмірден өтіп кеткеннен кейінгі уақыттан бергі барлық осы біз ұрпақтарымыз. Себебі сол ұрпақтарына қарата отырып өзі бізден кейінгіде сан ғасырлық уақыт өтсе де сол оқырмандарын өзіне қарата отырып абстрактілі ұғымдарды шынайылыққа айналдырып отыр. Сонда табиғаттың өзіне жан бітіре отырып, сол көзге көрінбейтін сезімдерді адамдардың алдына алып келіп, өзі оқырмандарымен, оның ішінде мынау ойлы жаспен, ұрпақтарымен тікелей бір бетпе-бет жүздесіп отырғандай болады. Міне Мұқағалидың лирикалық қаһарманы да, одан кейін мынау әдебиеттегі өзінің болмысын ашатын бір тұлғалық қыры осы деп айтуға болады. Дұрыс айтасыз. Әр қазақ Фаризаның айтатыны бар ғой, жерде Алтай барсаң да, Атырау барсаң да, Арқа барсаң да, алдыңнан Мұқағали шығады дейді. Кез келген кәсіп иесі Мұқағалидың әнін айтады, жырын оқиды дейді. Мынау желдің үнінен де, сылдырлаған бұлақ үнінен де, жапырақтан да табиғатпен сырласа біледі. Мұқағалидың үнін естуге болады. Дұрыс айтасыз. Мысалы, осы қазақтың өзінің кие тұтатын бір қасиетті үш ауыл бар дейді. Оның біреусі жаңағы Қарауыл, екіншісі Қарой, үшіншісі Қарасаз дейді. Өзінің анкетасы арқылы ғана таныстыра отырып, сонау қасиетті Қарасаздың аршасының, мынау шыршасының, соншама өсімдігінің, табиғатының тілін көз алдына суреттеп алып келіп отырған бірден бір ақын деп айтуға болады Мұқағалиды. Жақсы сөз жаны игі халқым үшін деп жырлайтын ақын өлеңдерінен абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін қызмет еткенін байқауға болады. Осы сәулені сөндіріп алмау үшін жас ақындар Абай жаққан сәуленің отын сөндірмеу үшін еңбек еткен Мұқағали Мақатаев болса, ал Мұқағалидың жаққан сәулесін өшірмейтін қазіргі жас ақындар. Бір өлеңі бір елдің мұрасында дейді ғой, бұл бағаны беріп отқан халықта. Мұқағали өлеңдерін оқып отырып, Абаймен үндесіп жатқанын көресің. Қасым Аманжоловтың айтады ғой, Абай туралы, бүгінгінің ақындысың, өткенге қалай сыйғансың дейді. Бір өзің бір халықсың дейді, қалдырмай бәрін жиғансың дейді. Қараңызшы, екеуінде қандай ұқсастық жатыр жүр. Мұқағалидың өзінде өлеңде бар ғой, болашаққа Абай болып аттанамын дейді. Міне осы өлеңінде Мұқағали Абайды әлемдік классиктерден жоғары қойып тұрғанын көруге болады. Мұның ұрпақтары Мұқағалиді ұмыту мүмкін емес. Бұл 21 ғасырдың құрдасы ғана емес, одан әрі кете бермек дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Абайдың өзі өлеңді сөздің патшасына теңесе, ал Мұқағали бар өзінің болмысынан өткен өлең менің бар тынысым дейді. Бұлай деуінің себебі сол біздің атадан балаға мұра болып келе жатқан асыл сөздің қасиетін өзінің болашақ ұрпақтарына таныту. Яғни өлең арқылы өзінің осы өлеңге деген құрметі арқылы біздің ата бабамыздың бізге мұра етіп қалдырып кеткен жаңағы сөз өнерін сөндірмеу. Міне осының өзін дәстүрдің жалғастығы деп айтуға болады. Абайдың айтып кеткен үгіт насихатын, оның ішінде өлеңмен өрген өсиетін өзінің өлең арқылы өлең менің бар тынысым деп халыққа жеткізіп отыр. Мұқағали Мақатаев біздің замандағы ғажап ақындардың бірі. Мақатаев атты алып тұлғаға миллион адам миллион түрлі пікір пайымдаса да, ешбір күреуке, ешбір көлеңке түспей, келешекке қарай керуен түзеп көше бермек деген Әбділда Тәжібаевтың пікірі ақынның бар болмысын айқындап беріп тұрғандай. Ақынның ақындығы арда ғана дейді. Шығармадағы ар, намыс деген ұғымды өзінің ұстаным етіп ұстаған ақын, өзінің сара жолын салып кеткен ақындық тағдыр қалың оқырманды несімен қызықтырады қазіргі таңда? Жалпы бүгінгі бағдарламада ой өріп жатырмыз Мұқағалидың жырлары жайлы, ұлттық қасиет, ұлттық құндылық, Мұқағалидың кіршіксіз бір әдемі өрілген өлең жолдарына тоқталып жатырмыз.
шын мәнісінде поэзия адамның жаны мен жүрегіне әсер етеді. Ал Мұқағали Мақатаевтың жаны мен жүрегіне жақыны бұл өмір тақырыбы. Басқа тақырыптарға арналған өлеңдерінде алып қараймыз, бірақ барлық өлең бойынан ақынның өмір жайлы толғанысын көре аламыз. Әр өлеңі өзінің өмірі дейсіз ғой. Әр өлеңі өзінің өміріне айналғандай. Өмірдің күрестен тұратынын да мойындап, азабымен аянбай-ақ алысып, Мұқағали өмірге деген не десем деген өлеңінде былай дейді: өзіңе өзің жүк артып, өмір деген тер төгу, бір нәрсеге құмартып, бір нәрседен жиіркену. Біреулерді алдау да, біреулерден алдану. Қор боп өтпей жалғанда, қолдан келсе жанбау. Тыңдап отырсақ, өлең жолына қарап отырсақ, өмірдің өзі күрестен тұратынын анық көре аламыз. Ақын жырынан өмір деген не десем, алдау, арбау, тартыс, күрес, аяқтан шалудан тұрады екен деген таңданысында жасырмайды. Сөйте тұра ақын кейде өмірді несіне жек көрейін, ауыр жеңіл болса да өткерейін дейді. Өмірді жер жаһанды шарлаған жүйрікке теңеуі де, аспандағы найзағайдың жарқына балауы да өте сәтті шыққан өлеңдерінде. Ақын шіркін өмір қымбатсың-ау дегенмен, алданыш боп біраз күнге келгенмен, айналсоқтап кете алмайды ешпенде, жапа шегіп қасіретін жегенмен. Пендеге бақытпенен сорын қатар тосатын өмір заңы еш уақытта өзгермейді. Жаңа мен сөзім басында айтып кеттім. Шын мәнде бұл өлеңдерінің барлығы да өмір жайлы толғаныстармен тікелей байланысты деп. Соның бірі әсіресе адамның көңіл күйіне де әсер етеді. Оны ақын көңілім атты өлеңінде бере білген. Көңілде дауыл, көңілде оттар жанады, қуаныш қайғы бірісін бірі жабады, жүрегім сонда жадырап сергіп қалады, дауыл мен оттан рахат дамыл табады. Дұрыс айтасыз. Халықтың мұңын мұңдап жоғын жоқтаған ақындардың бірі осы Мұқағали Мақатаев. Мұқағалидың қай өлеңін алып қарасақ та, адалдықты, өлеңінің өн бойынан шығып тұрған тазалықты көреміз. Сол арқылы өлең адамды өзіне қарай баурап алады. Әркімнің өзінің бір жүрегіне жақын өлеңі болады. Әрине. Мұқағали Мақатаевтың өкінбеймін өлеңі. Өшем деп өкінбеймін, жыламаймын. Жыласам да жұбат деп сұрамаймын. Қыранның құдіретін қимасаңдар, қайтейін, тағдырын бер құралайдың. Тағдырын бер, тағдырын құралайдың, қашан атып алғанша құламаймын. Сусындатып тұп-тұнық тау бұлағы, жанарымда шайнаған тұнадайдың. Сайраңдаймын, сайларда қырдасамын, сыңсыған ну орманмен сырласамын, қарауылға іліксеп ілігейін, құзғын ұқсап келмейді мың жасағым. Өшем деп, өкінбеймін, қайғырмаймын, өшкен өшті, енді оған қайырылмаймын. Қыранда, құралайда болмақ емен, атымнан адам қойған айырылмаймын. Арпалысып жүргенде өмірменен, қай-қайдағы әкетпес көңілдеген, өлсем, өлем өзімнің жерімдемен, қалсам қалам өзімнің елімдемен. Жыламаймын, сондықтан көңілдемен. Ой, жарайсың, дикцияң қандай, сөйлеу мәнерің қандай. Бағдәулет шәкіртіміздің оқып отырған бір ғана өкінбеймін өлеңінің өн бойынан біз бір мотивациялық осы үгіт насихатты байқаймыз. Неге десеңіз, көп жағдайда біз ақындардың өлеңін осы ұстаз ретінде, білім алушыларға, ұрпаққа тәрбие беріп отырған мұғалім ретінде, педагог ретінде біз көп жағдайда ақынның өлеңдерін 6-шы сынып болсын, өзінің бір жас ерекшелігіне сай лайықтап береміз. Ал Мұқағалидың өлеңінің өн бойынан қарап отырсаңыздар, қай жастағы болмасын, өзінің оқырманы бар. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін, ол бар болса мен бармын, қор болмаймын,
қымбатырақ алтыннан нарқым менің дейді мұқағали ақын. Осы жырына арқау болып отқан халқы барда өлең деген ұлы құдіреттің, қасиетті асыл сөздің дауылда шайқай алмайды деген ойдамыз. Себебі бір ғана бағдарламаның аясында суреткер ақынның тұлғасымен біз сырласа отырып, одан әрі қарай жауапкершілікті, жүкті өзіміздің ойымызға алып отырған секілдіміз. Себебі бір ғана өлең емес, бар өлеңі арқылы біз Мұқағалидың болмысын халыққа таныта аламыз. Ол сонысымен де құнды, және ары қарай алдымызда күтіп тұрған ғасырлардың да құрдасы бола бермек деген ойдамын. Жазылар естеліктер нешелеген, көреміз соның бәрін пешенеден. Әйтеуір білетінім бірақ нәрсе, көшеді өлең немесе өшеді өлең дейді. Міне осындай өшпес өлеңдер арқылы саналы ұрпағына сансыз мұра қалдырғанын біз көріп отырмыз. Мұқағалидың Төлеген Айбергеновке арнаған Шын ақын деген өлеңі бар. Сонда мынандай өлең жолдар бар. Торғай өлең өлмеді, аман қалды, әкетті ажал, жырды емес, адамды алды дейді. Міне осы өлең жолдары ақынның өзіне арналған сияқты. Қазақ барда Мұқағали Мақатаев мәңгі тірі. Әріптестер, бір бағдарламада Мұқағалидың жалпы шығармашылығын айтып түгесу мүмкін емес. Ол алдағы уақыттағы бағдарламаларда да талқыланатын болады. Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған түрлі іс-шараларды өткізіп жатырмыз. Бірақ әлі де болса біз жас ұрпақтың санасына терең сіңіретін тамаша дүниелерді Мұқағали жырларымен байланыстырып жеткізе алуымыз керек. Ол біздерге жүктелген үлкен міндет. Белгілі ғалым Кәрібаева Мұқағалида поэзия отын көсейтін көсеуі мықты. Ол киліккен әрбір сөз маздай жөнеледі дейді. Ақын заман перзенті. Ақынның даусы заман үнімен сырлас, заман дүбірімен үндес болатыны сөзсіз. Мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлде мен, халқым сенің қасиетіңді білем деп, босқа өмірім өтті мекен әуремен. Айтамын деп қуанышың мұңыңды, басқа арнаға бұрдым бәлде жырымды. Мен бәрібір өзіңменен бір болам, өзегіне тепсең дағы ұлыңды. Тойланбаса тойланбасын нетейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін. 21 ғасырдың құрдас ақыны жазған арызын құрдас болашақ талдап тұңғиығына үңілді. Сіз де ақын жырларының бұлағынан қанып ішіп, болашаққа танытады деген ниеттеміз. Осымен әдебиет шығарма көзқарас бағдарламасы тәмам. Сіздермен бір болған Айнұр Бақталы, өз көзқарасыңызды білдіріп, көркем шығарманы бірге талдайық. Ойы ұшқыр, талғамы биік көрермен. Келесі жүздескенше аман болыңыздар.